Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз кешірілмеген атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Я у тебя спрашиваю, падла! Ну все, довольно. Ты нахрен сожгла мои письма! Запомни, смотри в оба, я до тебя доберусь. Фильмнің басында Род Слейтер есімді бас кейіпкер ауыр қылмыс жасаған үшін 20 жылдан кейін түрмеден шығады. Әйелді бақылаушы Винсент күтіп алып, түрмеге қайта түспес үшін не істемеу керектігін айтады. Бастысы, ол өзінің құрбанының отбасына жоламау керек. Ескі суретке қарап, Рудты бір ер адам сырттан бақылауда. Винсент әйелге жұмыстан жолы болмаса көмектесуге дайын екенін айтады. Сол уақытта жас қыз Кэтрин көлікті тізгіндеп келе жатып, қалғып кетіп, жол апатына түседі. Ауруханаға қыздың өгей ата-анасы келіп, жазылғанша өздерінде тұруды ұсынады. Винсент Рудты Қытай қалашығына жеткізіп салады. Бұл жерде көбіне қоғамнан шектетілген адамдар өмір сүреді. Әйелге өмір біраз әуреге салған үш көрсісімен тұруына тура келеді. Бұндай жағдайға қарағанда абақты еркіндеу дерсің. Рудты аңдып жүрген ер адам әйел өлтірген адамның баласы болып шығады. Кит бауырынан қалай істейміз деп сұрайды. Бәлкім шоқпарды қолға алып қылмыскерді жазалау керек шығар. Бірақ Стив үлкен бауырын сабырға шақырады. Сол уақытта өгей анасы қызының жол апатына түсуіне стресске түскені себеп болар деп ойлайды. Себебі сол күні әпкесі түрмеден шыққан. Қыз әпкесінен келген хатты тауып алуы мүмкін. Ерлі зайыптылар ол әйелдің туыстарын іздеуге әрекет жасамайды деп үміттенеді. Өйткені оған бұлай жасауға тыйым салынған. Рудты телефонға шақырады. Тұтқаның ар жағында белгісіз әйел даусы полицияны өлтіруші дейді. Бөлмесіне қайта оралған кейіпкер бір әйелдің өзінің заттарын ақтарып жатқанын көріп жазасын береді. Нашақор әйел оның сіңілісінің жалғыз суретін мыжып тастаған. Кит ауыр халде жатқан анасымен өмір сүреді. Ал Стивтің әйелі мен кішкене баласы бар. Руд кезіндегі сұмдықтың қалай болғанын есіне түсіреді. Оны сіңілісі екеуін үйден шығарып жібермек болған. Үйге шериф кіреді. Сол сәтте әйел оны қарумен атып тастаған. Бұл үйде қазір басқа отбасы өмір сүреді. Жұмысшылар қабырғадан кішкене аяқ киім тауып алған. Руд көпшіліктен жасып қалған. Онымен қоса көп адам өмір сүретін Нью-Йоркте оған қиынға түседі. Әйел дәнекерлеуші болып жұмысқа кірмек болады. Бірақ оған белгілі себептермен бас тартады. Сол себепті кейіпкер балық заводына жұмысқа барады. Бұл жер қауіпті, қиын, әрі өте сасық. Бұл жерде жұмыс істейтіндердің көпшілігі босқындар немесе бұрынғы тұтқындар. Әйелмен бірге жұмыс істейтін ер адам Блейк үйіне жеткізіп салуды ұсынады. Бірақ кейіпкер оны елемейді. Жатақханада душқа түсуге тек 10 минут уақыт беріледі. Сол себепті ішке бір әйел еніп кетпек болады. Следующий раз зашкирятник вытащу! Руд ғаламторға кіріп сіңілісін іздеу үшін кітапханаға келеді. Асырап алу жайлы ақпарат іздеген әйел өзінің ісі жайлы ақпаратпен үйлерінің сатылып кеткенін біледі. Үйдің жаңа қожайыны Лиз есімді әйел ауласына үйіне қарап тұрған әйелді көріп, өзін жайсыз сезінеді. Руд сол шерифтің әкелерінің досы болғанын, әрі ер адам оларға уақытша өзінің үйінде тұруды ұсынғанын есіне түсіреді. Шериф басқаларына қарағанда бәрін жақсы жағынан шешкісі келген. Рудқа үй иесі Джон жақындайды. Әйел бұл үйді жөндеумен айналысқанмын деп өтірік айтады. Ер адам оған үйге кіруді ұсынады. Кейіпкердің бұл үйде сіңілісі екеуі тұрғаны, әрі шерифтің қалай мерт болғаны әлі есінде. Балалар даусын естіген Руд абдырап шығып кетеді. Джон әйелді қалаға жеткізіп салуды ұсынады. Жолда кейіпкер ер адамның адвокат екенін біледі. Әйел отбасы құқығын қорғайтын қорғаушы іздеп жүрген. Джон әйелге өтірік айтуды тоқтатып, не болғанын айтуын сұрайды. Руд ата-анасы қайтыс болғаннан кейін сіңілісі екеуі сол үйде өмір сүргенін айтады. Ал түрмеге түскеннен кейін сіңілісі Кейтке үнемі хат жазған, бірақ ешқашан жауап алмаған. Енді ол сіңілісімен кездескісі келеді. Әйелге жаны ашыған Джон өз көмегін ұсынады. Кейтті ұйқысыздық мазалап жүреді. Бірақ қыз дәрі ішуден бас тартады. Қызды бала кезіндегі қорқынышты оқиға мазалап жүр. Ол жанында бір әйелдің болғанын біледі, бірақ кім екені есінде жоқ. Руд құрылысты жақсы көреді, бірақ оны еш жерге жұмыс қалмағандықтан үйі жоқтарға арналған орталықта ең төмен жалақыға жұмыс істеуге келіседі. Енді оның екі жұмысы бар. Винсент әйелге бастығыңа отырып шыққаныңды айтқаның дұрыс, шерифті өлтіруші мөрінен ешқашан құтылмайсың дейді. Балық заводында Руд Блейдпен жақсы сөйлесіп, келесіде көлігіне отыруға келіседі. Ер адам Рудтың жағымсыз ауданнан түсіп қалғанына таңданады. Енді бұл жер екінші жұмысы ғана емес, сонымен қатар жаңа үйі.
Рут заттарын алып орналасып алады. Бірақ әйелдің қайда екенін енді Кит те біледі. Рут төменнен шуды естіп, қолына үлкен кілтті алып төмен түседі. Әйел тоқашпен қуантқысы келген Блейдті мертіктіре жаздайды. Прости. Нельзя вот так врываться к людям в дома, не делай так. Оған қоса Блейд әйелге жаңа күртеш әкелген. Рут өзіне біреудің қамқор бола бастағанына сене алмайды. Өзін ыңғайсыз сезінген Блейд қорқытып жібергені үшін кешірім сұрап кетіп қалады. Ал Джон әйелдің не үшін түрмеге түскенін анықтап қоңырауына жауап бермейді. Әйел оған күніге жолдама қалдырып көмектесуін сұрайды. Адвокаттың әйелі Лиз сол бөтен әйелдің кім болғанын жұмысшылардан сұрап біледі. Стивтің әйелі қайнағасымен көңілді уақыт өткізуде. Полицияда жұмыс істейтін жақын танысы бауыры Киттің Рутты аңдып жүргенін айтады. Сол себепті ол Китпен сөйлесуді ұйғарады. Да и все равно ты ничего не сделаешь, только трепаться умеешь. Это ты ничего не делаешь. Ағайындылар үйсіз қалған. Себебі әкелерінің өлімінен кейін аналары ішкілікке салынып кеткен. Үлкен бауыры сол кезеңнің қаншалық қиын болғанын жақсы біледі. Ал кісі өлтіруші енді бостандықта тайраңдауда. Вы чего здесь? Мы наконец-то без ребенка, может, оторвемся? Думал, братец не дает тебе скучать. Ну и козел же ты. Стив те кек қайтаруды ойлап қалады. Ал Лиз күйеуін қылмыскер әйелді үйіне кіргізген үшін сөгіп жатады. Әйелі бұл әйелдің үйіне жоламағанын қаласа да, адвокат оның ісімен айналысуды шешкен. Стив ұзақ уақыттан кейін анасымен кездесуге келеді, бірақ анасы теріс қарайды. Ол әке шешесінің той суретіне көзін салады. Енді Стив те отбасын ойрандаған адамды көру үшін келеді. Ол ішке ену үшін құрылысшымын дейді. Рут бөтен адамның өзін бір түрлі ұстағанын аңғарып қалады. Сол себепті ер адамнан кетуін сұрайды, бірақ Стив өтірік кеткен болады. Өзі жалғыз қалғанда әйелдің заттарын ақтарады. Ол Кейттің ескі суретімен әйелдің сіңлісіне жазған хатын тауып суретке түсіріп алады. Винсент Руттың адвокат тапқанын естіп, сіңліңді табу ойынан бас тартқаның дұрыс. Ол енді саған бөтен адам. Мүмкін қыз сенен қорыққандықтан жауап бермеген шығар дейді. Кешке жұмыс біткеннен кейін Рут Блейдті өзіне шақырады. Олар бір-біріне бауыр басып келеді. Малкольм мырза Руттың адвокатынан хат алады. Бұл жаңалық әйеліне ауыр тиеді. Стив бауырына Рутпен сөйлескенін айтады. Әйел өзін жақсы сезінуде, бұл әділетсіздік. Бірақ Киттің жоспары түкке тұрғысыз. Қылмыскердің сіңлісі бар, олар өздеріне жасағандай істемекші. Тұйық Рутқа қарағанда Блейд ашық жарқын ер адам. Кейіпкер ер адамның өзі жайлы шындықты білуі керек деп шешеді. Я недавно вышла из тюрьмы. Да иди ты. Что за шутки? Шерифті өлтірген үшін қапастағы 20 жыл. Бұндай шындықты күтпеген Блейк абдырап қалып, әйел кетіп қалғанда да тоқтатуға тырыспайды. Әйел жылап жібере жаздап, әдеттегідей сезімін ішінде тұншықтырады. Малкольм мырза әйеліне қарағанда сабырлы. Өйткені Рут сіңлісіне жақындаса, түрмеге қайта түседі. Ер адам ол әйелдің қызының өміріне жақсылық алып келмейтініне сенеді. Бірақ әйелі кейіпкерге екінші мүмкіндік бергісі келеді. Олардың әңгімесін туған қыздары Эмили естіп қояды. Жұмыста Рутқа бірге істейтін әйел шабуылдайды. Оның әкесі полицияда жұмыс істегендіктен полицияны өлтірген әйелді осындай жолмен жазаламақ болады. Запомни, смотри в оба, я до тебя доберусь. Рут бұл оқиғаны Блейк айтып берді деп күдіктенеді. Төбелес кезінде суға түскен телефоны істемей қалады. Ол Блейкпен сөйлесуден бас тартып жоламауын сұрайды. Рут Винсентпен апта сайын бір уақытта кездеседі. Похоже, били с размаху. Не могла увернуться. И что у тебя с сотовым? В лужу упал. Ал Руттың адвокаты оған Кейттің ата-анасы кездесуге келіскенін айтқан. Сол себепті әйелге өзін жөнге келтіру керек. Кейттің ата-анасы қыздарын қосымшаға шығарып салады. Қыздың басынан 20 жыл бұрын болған қорқынышты үзінділер кетер емес. Рут бетіндегі көгерген жерлерін қолынан келгенше жасырып, Кейтті асырап алған адамдармен кездесуге келеді. Ер адам қызының өмірі жақсы, әрі жарқын екенін айтып, бұның бәрін құртпауын сұрайды. Оның үстіне Кейттің есінде әпкесі жоқ. Рут ашуланып кетеді. Өйткені анасы босанып жатып қайтыс болған, ал әкесі ішкілікке салынғандықтан қызды өзі өсірген. 20 жыл ол мыңдаған хат жолдаған. Онымен ата-анасы не істеді? Өртеп жіберді ма? Жоқ жыртып тастады ма? Я у тебя спрашиваю, падла! Ну все, довольно. Ты нахрен сожгла мои письма! Рут сіңлісімен жүздестіруін талап етеді. Я не сожгла ваши письма. Так скажите ей обо мне! Адвокат Рутқа әрі қарай көмектесе алмайды.
Ал сол бір хаттарды тапқан Эмили оқып шығады. Шарасы қалмаған Рут ашуға булығып, өз қолымен жасаған жұмысын қиратып тастайды. Кейін Блейк Рутты өзін тыңдауына көндіреді. Оның әйелден қашып жүрген себебі ол да түрмеден жақында шыққан. Демек оларға бір-бірімен жақын болуға болмайды. Оған қоса әйел жайлы өсекті айтқан өзі еместігін айтады. Блейк жаңалықты естіген кездегі толқынысы үшін кешірім сұрап кетіп қалады. Кешке кейіпкерге Эмили хабарласады. Рут онымен кездесу жариялайды. Стив әйелді аңдуда. Эмили Рутпен кездесу үшін сабағын жіберіп алады. Қыз Кейттің әпкесі жайлы ештеңке білмейтінін, бірақ ара-тұра есіне бірдеңке кіретінін айтады. Эмили кеткелі жатып Кейттің сабағы қайда болатынын айтады. Рут ол жерге барса, сіңілісін көре алады. Эмилидің соңына түскен Стив қайда тұратынын біліп алады. Ер адам үйіне келіп баласының жылап отырғанын, ал әйелінің осы уақытта бауырымен қосылып жатқанын көреді. Стив байыппен баласын төсегіне жатқызып, бауырын соққыға жығады. Ал әйелі өзіне тиіспес үшін баласының артына жасырынады. Анасының үйіне келген Стив әкесінің ескі тапаншасын табады. Рут барлығы заңды болу үшін адвокатпен сөйлеспек болады, бірақ ол жұмысында жоқ. Әйел тағы бұрынғы үйіне барады, бірақ Джон үйінде де болмайды. Сонда Рут Лизден сыртқа шығуын сұрайды. Әйел шерифтің өлімінен кейін көлікпен қашқанын есіне түсіреді. Лиз күйеуі сияқты Рутты екінші мүмкіндікке лайықты деп ойламайды. Ол қылмыскердің лайықты жазасын алғанына сенімді. Бірақ әйелдің көз жасы оны жібітіп, Руттан оқиғаның негізінде қалай болғанын айтуын сұрайды. Үйдің есігін бұзғалы жатқанда Рут телефон арқылы қолына қару алатынын айтып қорқытады. Бірақ шерифтің басқа есікпен кіргенін естіген кішкене Кейт қолына қаруды алып ер адамды өлтірген. Шындықты естіген Лиз байқұс әйелге көмектесуді ұйғарады. Қарудың соққысынан кейін Кейт тұмсығын бұзып алады. Әпкесі оны жол бойындағы мейрамханаға кіргізеді. Прости, что заставила тебя это сделать. Что сделать? Содан кейін олар соңғы рет жүздескен еді. Кейіпкер полицияға берілмес бұрын сіңілісіне ештеңкеге қарамастан өмір бақи жақсы көретінін айтады. Рут Кейттің оқу орнына жақындағанда Стив хабарласып Кейттің басына қару кезеніп тұрғанын айтады. Ер адам әйелге мекен жайды жеткізеді. Рут Лизден тағы да жеткізіп салуын сұрайды. Стив қызды тұтқында карьер маңындағы ғимаратта ұстауда. Лиз не болып жатқанын түсіне сала полицияға хабарласады. Стив әйелге сұр ғимаратқа кіруді бұйырады. Ол байлаулы жатқан қызға тапаншасын кезенеді. Бірақ бұл Кейт емес, оның сіңілісі Эмили. Стив қызды шатастырып алған. Кейт жоспарлағандай дайындыққа келеді. Қылмыскер әйелге жерге жатуды бұйырады. Ол қызды Руттың көзінше өлтірмекші. Кейіпкер алдында кім тұрғанын, әрі себебі қандай екенін бірден түсінеді. Рут сол күні шерифтің балалары жайлы айтқанын есіне түсіреді. Шериф жақсы адам еді. Рут Стивке бұдан кейін жақсы болмайсың, жақсы көретіндерінің бәрін тастауыңа тура келеді дейді. Ер адам жылап жіберіп жерге құлайды. Бірақ тапаншасын қолынан тастамайды. Сол уақытта ғимаратта арнай жасақ қоршау қалады. Рут Эмилиді тұрғызып денесімен жабады. Қыз сыртқа шығады. 20 жыл бұрын Рут сіңілісінің өзін қалай тұтқынға алғанын көрмеу үшін терезеден қарсы бағытқа отырғызады. Екеуін де кісен тағып тұтқындайды. Винсент келіп полициядан Рутты жіберуін сұрайды. Жақын маңдағы жедел жәрдем жанында Малкольм отбасы мен сіңілісі тұрады. Винсент оған басын изейді. Кейт әпкесімен көрісу үшін жақын келіп құшағын алады. 20 жыл уақыттан кейін олар тағы да кездесті. Осылай фильм аяқталады. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.